Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайына дайындалатын тауық қанаттары, яғни кевсе қанаттарының рецебімен бөлісіп жасап көрсетемін. Қажетті заттардың барлығына видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Алдымен тауық қанаттарымыздың барлығын жақсылап жуып аламыз. Сосын қанаттардың осындай бір ұшын кесіп алып тастап, ортасынан екіге бөлеміз. Барлық тауық қанаттарын осылай видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Барлық дәмдеуіштерді дәміне қарай сеуіп шығамыз. Тұз саламыз. Тәтті қызыл бұрыш саламыз. Ашты қызыл бұрыш саламыз. Тауық қанаттарыңыз ашты болуын қаласаңыздар, қызыл ашты бұрыштан көбірек сеуіңіздер. Кетчуп саламыз. Кевсе қанаттарымызға кетчуп, ұн қосуымыздың себебі сыртқы қабатында дәмдеуіштерді ұстап тұрады. Ұн саламыз. Барлық дәмдеуіштерді салып болдық. Енді қолымызбен жақсылап араластырамыз. Құрметті көрермендер, мені 90% адам тіркелмей қарайды екен. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Алдағы уақытта көптеген рецептер болады. Каналымда жоғалтып алмас үшін қоңырауша батырмасын басып кетіңіз. Кевсе қанаттарымызды жақсылап араластырып болдық. Енді жарты сағат немесе 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Кевсе қанаттарымызды пісіруден алдын ұнға жақсылап аунатып аламыз. Суға саламыз. Суға осылай бір рет салып аламыз. Қайтадан ұнымызға салып, жақсылап аунатамыз. Осылай ақырын аунатып аламыз. Бөлек ыдысымызға осылай қойып шығамыз. Қалған кевсе қанаттарымызды дәл солай ұнға аунатамыз, суға саламыз. Суға осылай бір батырып алып, сосын қайтадан ұнға саламыз. Барлық кевсе қанаттарымызды ұнға, суға аунатып, осындай бөлек ыдысқа дайындап аламыз. Қызып тұрған майға тауық қанаттарымызды осылай бірін-кетін салып пісіріп аламыз. Шамамен 5-6 минутта піседі. Отты орташа отқа қоямыз.
Бастапқыда салған кезде міндетті түрде қызып тұрған майға салыңыздар. Сосын ары қарай орташа отта пісірсеңіздер болады. Барлық қанаттарымызды орташа отта 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Қанаттарымыз піскен кезде майын осылай жақсылап сырғытып сүзіп аламыз. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай біздің үй жағдайында дайындалатын KFC қанаттарымыз қызарып, әдемі, қытырлақ, дәмді болып шықты. Менің отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер.